Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Соңғы кездері әр материалдың астында Жәнібекке өкпеледіңіз бе деген комментарийлер қаптап кетті. Неге ол туралы жаңалық шығармай кеттіңіз деген сұрақты өріп жүр. Қадірменділер, Жәнібек қазір демалыста. Әлеуметтік желдегі парақшаларда үнсіз болды. Ойдан алып, ол туралы қандай да бір материал дайындау дұрыс емес. Мен оған өкпелеген жоқпын. Не үшін өкпелеуім керек? Арнаға сұхбат бермеген үшін бе? Әркім өзінің қожайыны. Кіммен сөйлесе де өз еркі. Енді міне, ақпараттық себептер шыға бастады. Демек, Әлмұханұлға қатысты шығарылым дайындайтын сәт келді. Бұған себеп Деметриус Андраде. Бокс жанкүйерлері бұл жігіттің екінші орта салмақтағы алғашқы жекпе-жегін өткізгенін естіген шығар, және жеңіске жетті. Ол өз жерлесі Демонт Николсонмен 10 раундтық жекпе-жекте бақ сынап, төрешілер шешімімен ұтты. Бұл көпшілік үшін таңғаларлық оқиға болыпты, бірақ мен үшін емес. Андраде біріншіден жаңа салмақта бақ сынады. Мұнымен қоса ұзақ уақыттан соң рингке оралды. Нағыз бабында тұрды деу қиын. Жаңа дивизионға үйренісудің өзі оңай емес. Осы бір жекпе-жектен соң Жәнібек Твиттерде мынадай жазба қалдырды. Енді мен айтайын, бұл жігіт менің сөмкелерімді залға дейін көтеріп алып бара алмайды ау деп түртті. Мұны Жәкең бекер айтып отырған жоқ. Жәкең дейміз ау. Бекең деген дұрыс болады. YouTubeқа шыққан екі сұхбаттан көрдік қой. Жәнібек үшін берік сөйлейтінін. Чемпионымыз сәл кідіріңкіреген тұста жүргізуші сұрағын берік іліп алып кетіп отырды. Жәнібек мұнымен сөздің емес, істің адам екенін көрсетті. Сондықтан Әлмұханұлының трэш-токтар үшін берікке рахмет. Сөмке тақырыбына оралайын. Жекпе-жек қарсаңында Андрадеге Жәнібектен неге бас тарттың деген сұраққа ол былай деп жауап қатқан болатын. Қойыңыздаршы, ол менің сөмкемді тез алға көтеріп алып бара алмайды. Не туралы айтып жүрсіздер? Мен қомақты сома алмай, өз уақытымды жоғалтқым келмейді. Ал менің уақытым ақша тұрады деген болатын. Міне осы сөз үшін Жәнібектің жауабы жоғарыдағыдай болды. Жалпы Андраденің ойы мұнымен шектелген жоқ. Ақыры бұрылдық қой. Соңына дейін айтып берейін американдықтың не дегенін. Мен өмір бойы міндетті үміткерлермен бокстасып келдім. Енді ондай жекпе-жектер айтылса құсқым келеді. Одан да өмірімізге керек нәрсе бере алатын кездесулерді ұйымдастырайық, түсінетін шығарсыздар. Ал Әлмұханұлы секілді жігіттермен шығуда жүлде не болмақ? Біз оның соңғы лондондық қарсыласының қайдан шыққанын да білмейміз. Бірақ ол 12 раундтық ауыр жекпе-жек бере алды. Жігіттер, сендер менің осындай боксшыларға уақыт жұмсағанымды қалайсыздар ма? Мен өз кезеңімнің боксшыларымен шыққым келеді. Мысалға Чарло, Плант, Головкин, Канело немесе Мунгуя. Міне менің кезеңімнің жігіттер осылар. Жәнібек емес, деді ол Boxing.com сайтына берген сұхбатында. Шындыққа тіке қарай білуіміз керек. Жәнібек әлі топ деңгейлі қарсыласпен шығып көрмеген. Роб Брандт пен Хассанды айтпай-ақ қояйын. Олардың үздік кезеңдері баяғыда артта қалған. Дегенмен мұндай үшін қазақстайл кінәлі емес. Мықтылар жоғарыда Андраде айтып өткен себеппен шыққысы келмейді. Демек Жәнібектің ендігі қадамы шешуші болу шарт. Қолда бар тиімді боксшылардан қазір ол Джермал Чарломен шықсын. Қандай жағдай болса да осы сынды табу керек. Ал оны ұтса Әлмұханұлы нағыз чемпиондар қатарына енеді. Сол кезде бұл Андрадеде қазақпен шығуға келсін берері анық. WBO жақсы белбеу. Алайда үлкен шортандарда бұл жемтікпен қызықтыра алмайсың. Әсіресе Деметриуста. Өйткені бұл белбеуді тастап кеткенде сол ғой. Ойланатын нәрсе. Белбеу қорғауға әлі ерте. Оған қызығып отырған мықтыны да көрмеудеміз. Дегенмен жартылай орта салмақтан бір үміткер бар. Ол Джарон Энис. Украиналық Карен Чухаджанды ұпай санымен ұтқан ол енді басқа да салмақтарға шығатынын айтты. Әрине ол төмен түспес анық. Жоғары көтерілетін болса Жәнібекке жақсы қарсылас болар еді. Әзірге Жәкеңнің тақырыбын осымен жаба тұрайын. Қалғанын ары қарай көре жатармыз. Ал бұл аралықта Батыр Жүкенбаевтың мәлімдемесі біз күткен жаңалық бермеуде. Естеріңізде ме? Ол африкалық боксшыны ұтқан соң дивизиондағы басқа да бәсекелестеріне шақырып тастаған болатын. Кеттік, жартылай салмақта кімге де болса дайынмын деген еді. Ал оған 34 жасар Оңтүстік Африка Республикасының өкілі Гив Бухола жауап берді. Бухола 10 кездесуді ұтып, 11 кездесуді ұтылған екен. Не шаруасы бар десейші? Маған кел, аз ғана нәрсе беремін, болмаса сені іздеп барамын. Мен сенің қорқынышың боламын. Осыны болдыру үшін бір нәрсе жасаша. Мен африкалықпын, деді Бухола. Батыр бұл аутсайдердің шақыртуын қабыл алмайтын шығар деген үміттемін. Оның бағыты Африка емес, Америка болуы керек. Шығарылым ұнады ма? Онда лайк пен комментарийді аямаңыздар. Арнаға жазылмасаңыз жазылып, онымен қоса басқалармен бөлісіңіздер. Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram желілеріне таратуларыңызды сұраймын. Қазақ батырлары, Instagram парақшамызға да жазылуды ұмытпағайсыздар. Сілтемесін бірінші комментке қыстырып қоямын. Батырларымыздың жеңісті жорығы таусылмасын. Ер намысы, ел намысы. Алға, қазақтар!